Да, Nexia автокөлігі Nexia 1. Мына аяқ деген самотармажение болып қала береді. Қайта ашам аяқты. Оның шешімін тапқан сияқтымын. Өткенде сол колодка ауыстырғаннан басталды сол. Новыйдан колодка салдым. Содан басталды самотармажение. 2-3 рет ашып жаптым. 1-2 күн жүреді самотармажение болып қала береді. Ең соңында тоқтағаным осы мына цилиндрден сияқты. Мына цилиндр кирет, ішіне қарай қайтпай қалады. Мына іштер деген майдан құрғап кеткен әбден. Енді міне майлап қойдым, сықитып. Цилиндр кәдімгідей жұмыс жасап тұр. Енді мына шуруспен сықитып майлап қойдық. Водосорықпен жақсылап тазалап. Енді бұйырса қазір осыны жинайтын боламыз. Мына сальниктерін ауыстырдым. Сальниктерді кеуіп кеткен. Содан соң мына барабанның ішіне із салып тастаған мына гертік. Міне, гертік. Осы да қысуым мүмкін деп тұжырымдап отырмын. Қазір енді осыны шлейф машинкамен тегістейміз, болгаркамен. Осы мына іш жағымен бірдей қылып, мына гертікті алып тастау керек. Қазір мына барабанды шешкенде де қиналып шығып жатыр. Әрең деп балғалап құрып. Сөйтіп әрең шығардық. Колодканың мына шеттерін жеп тастаған. Қажап. Енді қазір бұйырса осыны жасайтын боламыз. Қазір осыдан соң тағы бір видео түсіретін болам. Әбден бәрін болған соң.